Көрнекті қоғам қайраткері, ел басқарған, халқына адал қызмет еткен абзал азаматтардың бірі Асанбай Асқаровтың бүгін туған күні. Асанбай Асқарұлы Асқаров 1922 жылы 15 қыркүйекте Жамбыл облысы Мерке ауданында Тәтті ауылында дүниеге келген. Өмір жолын 17 жасында мектеп табалдырығынан мұғалімнен бастаған. 1942-1946 жылдары армия қатарына шақырылып, батальон, полк деңгейіне әскери саяси ұйымдастырушылық қызметті атқарды. Ұлы Отан соғысы жылдарында жауынгерлерді баптап, оларды қаһармандыққа, ерлікке көрсетуге баулып, жеңіске жетуімізге үлкен үлес қосты. Соғыстан елге оралған соң саяси және идеологиялық жұмыстармен айналысты. Аудандық партия комитетінің нұсқаушысы, аудандық, облыстық комсомол комитеттерінің хатшысы болды. Жамбыл облысының Красногор және Меркі аудандарында партия комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. Облыстың экономикасын, мәдениетін дамытуға орасан зор еңбек сіңірді. 1978-1985 жылдары оңтүстік Қазақстан облысын басқарып, оны жандандырып, гүлдендіріп, көркейтті. Жоспардағы нысандарды былай қойғанда, оған қоса даңқ мемориалы, балалар темір жолы, ипподром, зоопарк, дендропарк сияқты халыққа қызмет ететін нысандарды іске қосты. Зейнетке шығысымен Шымкенттен Алматыға көшіп келді. Көп ұзамай Горбачевтың өзін білермен өркөкірек, солақай саясатының кесірінен желтоқсан оқиғасына бұрқ етті. Ол бәрімізге, жалпы қазақ халқының басына түскен үлкен нәубет еді. Желтоқсан оқиғасын ұйымдастырушылардың бірі Асанбай Асқаров деп бай балам салушылар шықты. Жалақор, бәлеқорлар әйтеуір қара күйені жаға беруді мақсат тұтып, Асанбай Асқаровты шовинист, ұлтшыл деген айып тақты. Тексеру барысында бұл да бос сөз болып шықты. Біз білетін Асанбай Асқаров отбасына нағыз интернационал отбасы. Қысқасы, жабылған жаланың бәрі дәлелденбеді. Асанбай Асқарұлы Асқаров, экономика ғылымының кандидаты, халықаралық археология ғылымдары академиясының академигі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, Тағдыр, Жұмақ пен Тозақ жырлары, Көзқарас, Ұлы Тұранның ұлдары және тағы да басқа кітаптың авторы. Асанбай Асқаров социалистік еңбек ерінің алтын жұлдызымен, Ленин, Октябрь революциясы, еңбек қызыл ту ордендерімен марапатталған. Асанбай Асқарұлы 2001 жылдың 13 тамызында дүниеден озды. Халық Асанбай Асқарұлын аса көрнекті қайраткер, айтулы және айбарлы басшы, ғұлама ғалым, үлкен жазушы, талантты ақын, елінің ардақты да абзал азаматы, ұлы перзенті ретінде шығарып салды. Асанбай Асқаров алаштың алабы, қазақтың арысы, ұлттық намысы, елдің ары мен абыройы еді. Қайталанбас бір туар, дара тұлға, дана тұлға. Асанбай ағамыз осы дара тұлға халқының есінде мәңгі сақтала бермек.